Мынаны былай шығарамыз ғой. Бұл жерде 3-тің 5x плюс y дәрежесі деп тұр, е? Мына бір 9-ды 3-тің дәрежесі қылып жазуға тырысамыз. 3-тің квадраты болады ол, е? 2-нің 2x минус y дәрежесі мынау. Мынау неше дәрежесі? 2-нің дәрежесі қылып жазуға тырысамыз. 32 дегеніміз 2-нің 5 дәрежесі болады. Көрдің бе? Сол кезде міне негіздерін бірдей қылып алдық қой. Негіздер дегеніміз мынау а-ның x дәрежесі болса, мынау негізі, мынау дәрежесі. Міне негіздерін бірдей қылып алсақ, дәрежелерін теңестіре саламыз. 5x плюс y. Астында 2x минус y тең 5. Минус y тең 5. Все, енді мына теңдеуді қосу тәсілімен шығарсамыз, біріншінің 2-ге қоссақ. Тең 7 болады. Тең 7x 1. Енді y табу үшін любой біреуіне мынадан y табу алады. Мынадан y тапсақ қанша болады? Иә. Так. Y табар болсақ, Минус 3. x тең болады минус 3. Демек жауабын жазамыз, x-ті бірінші жазамыз. 1, соң минус 3. Түсінікті ғой, е? Міне, мына жауап шықты.